осы талаптардың барлығын қарастырамыз деді. Жігіттер, бұл оңай емес, шын мәнінде бүкіл қазақтың енді жүрегі алып тұрғаны да бар. Бірақ біздің мақсатымыз не? Біздің мақсатымыз билікке өзіміздің өнімізді жеткізу. Менің есімім Әмір Бөлгенов болады. Енді Әмір жақында ұстаз жақында. бұл үлкен күш. Енді біз бүкіл Қазақстанда болып жатқан жағдайға жүрегіміз ауырып тұр. Сол үшін осы жерге келіп тұрмыз. Енді сіздер сәл ғана сабыр сақтаңыздар. Жігіттер. Енді мақсат не? Мақсат. Енді билікке талап қойыңыздар, билікке. Енді сол талапты орындауға мұрша беріңіздер сіздер. Ассалаумағалейкум, қазақстандықтар. Иә, енді біздің мақсатымыз не? Мақсатымыз билікке өзіміздің үнімізді, даусымызды жеткізу керек еді. Жеткіздік. Енді бұл жерде өте сақ болуымыз керек, ағайын. Билікке талап қойылды. Билік сол талапты орындау керек. Бұның өзі жаман жетістік емес. Біз болса да Жаңаөзенде болып жатқан жағдайға немқұрайлы қарай алмаймыз. Енді сыртқы күштер бар, сыртқы жаулар, ішкі жаулар бар. Сол жаулардың арандатуына ешқандай жол бермеуіміз керек. Сол үшін сәл сабырлық сақтайық, ағайын.